YouTube каналыңызда 100 000 подписчик болған соң, күміс кнопканы алатын пин-кодты ешкімге айтпаңыз. Себебі кнопканы тегін алатын мүмкіндіктен айырылып қалуыңыз мүмкін. YouTube каналыңыз 100 000 оқырманға жеткен соң, сізге осындай хабарлама Gmail почтаға келеді. Маған бір ютубер оқырманнан осындай хат келді. Оқып берейін сіздерге. Күміс кнопкаға заявка жібер деп келді. YouTube үйреткен кісі, өзім жіберіп берем, беріп жүрген почта бар деді. Мақұл деп, код келген соң кодты жібердім. Енді жазсам жауап бермейді. Уже 2 ай болады. Мен енді өзім жібере аламын ба сол кодпен, әлде ол бір-ақ ретке жарай ма? Бұл жағдайда қалай болғанын шамамен айтатын болсам, бұл ютуберді оны үйреткен эксперт алдаған деп ойлаймын. Себебі біріншіден өзім жіберіп берем, беріп жүрген почта бар дегені шындыққа жанаспайды. Неге десеңіз, сол кодпен қазір ғана ашылған жап-жаңа аккаунтпен де заявка беруге болады, және де келеді. Екіншіден, сол кнопканы өз атына жазып, өзіне тапсырыс берген болуы да мүмкін. Және оның 2 ай жауап бермеуінің себебінде басқа вариант жоқ. Ал енді сұрағына келетін болсам, мен енді өзім жібере аламын ба сол кодпен, әлде ол бір-ақ ретке жарай ма? Жауабы иә, тапсырыс бере алады, бірақ енді ақылы түрде ғана. Себебі YouTube тегін тапсырыс беруге тек бір рет ғана, алғашқысында ғана мүмкіндік береді. Келесі тапсырыс құны жеткізуімен 150 000 теңге шамасын құрайды. Кейбір YouTube каналдардың иелері командамен 2-3 адам болып басқаратын болған соң, солай сатып алатындар бар. Яғни командадағы әрбір адамда кнопка болатындай. Сатып алуында лимит жоқ, бірақ 10 шақты ақылы тапсырыс берсе, YouTube қызметкерлері күдіктеніп сұрақтар қоюы мүмкін. Бұл ақпараттар сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Видеоға лайк басуды және ютубер достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар, біліп жүрсін.